Бейбіт Сарыбайдың «Біздің заманның шығайбайлары» атты әңгімесі. Ұлы даланың мың жылдар бойғы егері, көшпенділердің мирасқор мұрагері саналатын ұрпағы бүгінгі қазақтар үшін де малшылық ата кәсіп. Ұрпақтан ұрпаққа қан арқылы тараған, сүйекке сіңген. Кемелділер мен кемеңгерлердің құламастай болған өкіметі де бүкіл қазақты колхоз, совхоз қылып өмір сүру, тіршілік ету формасын отыршылыққа ауыстырғанымен малшыларды көшпенділік тәртібінен айнта алмаған. Жаз жайлауын жайлаған, күзде қырда күзеген, қыста қыстағын қыстаған, көктемде көктеуінде мал төлдеткен. Заман алты аунап кетсе де бұл қағида өзгермеген қалпында қала бермек. Өйткені табиғаттың заңдылығына ешбір қоғамның заңы қарсы тұра алмақ еді. Қош, сонымен малшылық турасындағы белгілі жайттарды қайталап айтып, малтамызды езіп отыра бермейік. Ендігі кезекте малшы туралы әңгімеге ауысайық. Кешегі кеңес үкіметі кезінде де, бүгінде де мал баққандар ата-бабасы таяқ ұстағандар болып табылады. Бұл күнде әркім қолынан келген істеуге мүмкіндік алған заманда малшылар да өз биліктерін айтарлықтай бағындыруда. Малды мал қылған малшылар да, малы мал қылған малшылар да бар. Бүгінгі сөз малы мал қылған малшылар жайында болмақ. Кезінде аудан бойынша да, тіпті облыс бойынша да қызыл туды қолдарынан бермеген Ленин колхозының шопандары бұл күнде де ырыс пен берекенің негізгі иелері саналады. Бәрі де сол төрт түліктің игілігін көрген жандар. Ал солардың ішінде маңғырған малдың соңында адамдығын жоғалтып алған екі бірдей қойшы болды. Оның бірі Әбжан болса, екіншісі Әділжан еді. Бір қызығы екеуі де тамырлары бір атадан тартатын ағайынды кісілер еді. Елден жырақ жайлауда жатқан қойдың шопандар негізінде ара-тұра бір санап қоймаса, күнде санай бермейді. Көз мөлшерімен ақ байқап отырады. Ал Әділжан мырза күн сайын санайды. Неге десеңіз, ол қойларын санаған сайын жаны кіретін. Қой қоршаудың тар есігінен шығып жатқан қойлары ұзын сопақшамысымен санап тұрып 717, 718, 719 деген сандарды айтқаннан жанына әлдеқандай ләззат табатын. Өз малын санағаны бұлай тұрсын, қойлары кең жайылымға иіріп тастап, қарсы бетте жайылып жүрген аталас бауыры Әбжанның да қойлары дүрбісімен санап отыратын. Санап отыратында Алла қаласа биылғы төлде қуып жетеді екенмін деп күбірлейтін. Малын өзге түгілі өзі жеуге қимай жүрген себебі де сол екен. Қайткен күнде малының санын Әбжанның малдарының санынан асырмақ. Тақ бір колхоз кезіндегі социалистік жарысқа түскендей. Әділжанның Әбжаннан мал саны кем болғанымен бала саны артық. Қуаныш, Бекжан атты екі бірдей ұлы, бір қызы бар. Және екі ұлы да өзінің жанында. Малын бағысып, шөбін орысып, қолқанат болып жүреді. Әбжанның баласы құсап қала безер болып кеткен жоқ. Тек екі ұлын үйлендірмей отырғандығы болмаса, қызын да күйеуге бермес пе еді. Құдасы бұл ауылдағы 50 мың теңгелік үкіні 70 мың теңгеге етіп әкелмегенде. 70 мың теңге келгенде тіпті күйеу баласының шалды құйлы есер соқтау екендігіне де қараған жоқ. Кемпірі, қызымыздың таңдаған байының есі онша дұрыс емес көрінеді. Кеше Айтбайдың асына барғанда Күләнді айтты. Бүкіл ел өзінің көзі қитар, басы кіпішкене аурушаң адам деп отыр. Осыған келіспей қойса қайтеді деген. Бұл болса біреудің есі дұрыс емес болса да еркелетіп өсірген жалғызы екен. Қызымыз қор болмас деді. Кемпірбай, сонда осы дүние мына мыңғырған жылқы мен табын сиыр, отар қойдың барлығы не үшін, кім үшін керек деп ойлаған. Осы дүниенің барлығының иесіз қалатындығын ойлағанда іші удай ашитын. О дүниеге арқалап кете алмасы тағы анық. Әгәрәки құдіретті күштің иесі адам баласына бұл дүниеде жиған тергендерінің ана жаққа арқалап кетуге мүмкіндік берсе, әбекең міндетті түрде бүкіл малын алдына салып айдап кете бармақ. Күпірлік болса тілім жазық
жұмақтың төрінде малын бағып бақи ғұмыр кешкісі келетіні де бар. Ал оның мүмкін еместігін сезіп, баянсыз тіршіліктегі осы бір пәтуасыз жиған малын ақыры ит пен құсқа жем болатын мал екен, өйтіп қор қылғанша ел-жұртыма таратып берсем қалай болады деп бір ойлаған. Бірақ артынша ол ойынан да айнып қалды. Өйткені жүрсін қарт сараң еді. Ізгі ойынан айнытқан да сол сараңдық болса керек. Тіпті баласынан айырған да осы тарлығы еді. Арман соншалықты байдың баласы бола тұра өз қатарластары құсап туған күн кешін жасап көрген емес. Әскерге аттанғанда да достары дастархан жайып бере алмаған, тіпті үйлену тойына да дұрыс өткізе алмады. Сөйтіп әкесінің сарандығынан шаршаған Арман өз күнін өзі кеш көруге бел буып Алматыға аттанған. Әкесінің жиған дүниесін қол тигізбеуге бел байлаған. Міне сол сараңдықпен жиған мал-мүлкіне ие боларлық ешкімнің жоқ екеніне көзі жеткен жүрсіннің кеудесін өкініш билеген. Артынша қасарысқан мінезіне салып, өлгенімше бағамын, мен өлгеннен кейін талап алар, әркім өз керегін деп ойлаған. Мұрагерсіз байлықтың арғы жаққа арқалап кете алмайтын дүниенің қызығы кеткен шағында жүрсін біраз малын сатып, қаладан арнайы алып келген сәулетшіге өз атасының атымен аталатын Көктас сайының кіреберісіне кілең қара мәрмәрден үлкен құлпытас орнатты. Құлпытасқа жеті атасының атын жазып өзімен аяқтады. Осы сайды ертең басқа пенденің жайылатынын, басқа адамның малы жайылып жүретінін сезген көңілдің қызғанышы еді бұл. Соларға деген ескерткіші еді. Сол құлпытас орнатылған күні артында мұрагері қалғандай, ата-бабасы жайылған жерді өз ұрпағына қалдырғандай, сәл де болса да масайраған. Қолы қалт ете қалған кездің бәрінде де сол құлпытастың қасына табылатын. Қарап отырып ойға бататын. Бар өмірінің мал соңында өткеніне, ешқандай мәні жоқ екеніне, артында ешқандай із қалмағанына өкінетін. Сол кезде осы құлпытасқа қарап отырып жұбанатын. Жалғыз жұбанышы осы еді. Өлер шағында да сол құлпытастың басына барып өлген. Демі бітіп бара жатып, өткен өміріне, жүрген жеріне қарады. Ең соңғы рет артына бұрылып қарағанда ештеңе де көре алмады. Бос екен. Өмірі босқа өткен екен. Көзіне бір ілінгені өзі орнатқан құлпытас болды. Сосын иесіз шұбырып, қамсыз, мұңсыз жайылып жүрген малдары ғана көрінді. Ол мақұлықтарға бәрібір еді. Жаны шығып бара жатқанда, ең соңғы сәтте біздің заманнан Шығайбайы осы малдар үшін баламнан да, бақытымнан да, денсаулығымнан да айырылдым. Ал бұлар мен өлгеніммен ештеңесін жоғалтқан жоқ. Мен өмірімді неге арнадым деп ойлаған. Өкініші өзегін өртеген. Опасыз жалған, арсыз тіршілік. Жүрсін қарт өмірінің соңғы кездерінде аты жаман аурумен ауырып жүрген. Дәрігерге қаралса жазылып та кетер ме еді, кім білсін. Алайда біздің сараң кейіпкеріміз бірде-бір рет емхананың есігін ашпапты. Неге екенін сіз біліп отырған шығарсыз. Шығын шығарғысы келмеген. Қымызбен, қамыранмен ақ емделіп кетпек болған. Күн санап, саны артып бара жатқан малдарын аяған. Сонда деймін-ау, малым жанымнан садағасы, жаным арымның садағасы деген мәтелдің бұл кісінің өміріне қатысы жоқ болғаны ма? Айтпақшы, сол ауылда тұратын бір танысымнан жүрсін шалдың орнатқан құлпытасын әлдекімдердің қиратып кеткенін естідім. Қымбат мәрмәрін сатып, ақша жасағысы келген біреулер иесіз жатқан даладағы тегін байлықты бір түннің ішінде-ақ үптеп кетіпті. Жүрсін шалдың жалған дүниедегі адам ретінде тындырған жалғыз ісі сол еді. Соны көңіліне медеу етіп, соған қарап жұбанып кеткен еді. Малды жалған дүниені бақ деп түсінген жүрсіннің маңдайына жазылған сорына орай, ол да баянсыз болды. Қор тірлік. Миллионерлер келді, кетеді, миллионерлер қалады деген мәтелді малшылар келеді, кетеді, малдар қалады десе де болатындай. Кең далада алаңсыз жайылған 4 түлік ғасырлар бойына солай жайылып жүре бермек. Тек олардың иелері ғана өзгеріп отырмақ. Тіпті кейбір қойшылар мен жылқышылар солай қой мен жылқының иесі емес, қызметшісі сынды ғұмыр кешеді. Өмір бойғы соңғы бағумен өтеді де. Өмірінің соңында келесі адамға табыстап кете барады.
ал оны өзінің ұрпағына табыстасаң жақсы. Қай-қайдағы біреудің қолына өтсе, ол тіпті сорақы болмай ма? Тамыр бар, таныс бар дегендей, осы кәсіпті қолға алған момын адамдардың үйіне бара қалсаң болды, бір кеңдікке кеңелгендей боласың ғой. Ит баласына іркіт төгіліп жатқан заман жасап алып, келген қонақтың құрметіне бір қойды жайратып салып, етін асып берекелі тіршілігімен адамды қызықтыратын шопандар қанша. Ал мына біздің Әдекеңнің үйіне барған адам ондай кеңдіктің жұрнағын да көре алмайды. Келген қонаққа қой соймақ былай тұрсын, үйіндегі дайын еттен бір тамақ атты аспаса ол да жоқ. Анша-мұнша адамға қазан көтере бермейді. Өзге түгіл өзін де семіз қой сойып көрген емес. Қашан көрсен арық-тұрық қойдың етін жеп отырғаны. Тіпті өлген қойдың етін жейді екен дегенде сыбыс шыққан бір жылдары. Әй, сол әңгіменің жаны бар болуы да мүмкін. Елден жырақ жайлауда жатқан қойдың шопандар негізінде ара-тұра бір санап қоймаса, күнде санай бермейді. Көз мөлшерімен-ақ байқап отырады. Ал Әділжан мырза күн сайын санайды. Неге десеңіз, ол қойларын санаған сайын жаны кіретін. Қой қоршаудың тар есігінен шығып жатқан қойлары ұзын сопақшамысымен санап тұрып, 717, 718, 719 деген сандарды айтқаннан жанына әлдеқандай ләззат табатын. Өз малын санағаны былай тұрсын, қойлары кең жайылымға иіріп тастап, қарсы бетте жайылып жүрген аталас бауыры Әбжанның да қойлары дүрбісімен санап отыратын. Санап отыратында Алла қаласа биылғы төлде қуып жетеді екенмін деп күбірлейтін. Малын өзге түгілі өзі жеуге қимай жүрген себебі де сол екен. Қайткен күнде малының санын Әбжанның малдарының санынан асырмақ. Тақ бір колхоз кезіндегі социалистік жарысқа түскендей. Әділжанның Әбжаннан мал саны кем болғанымен бала саны артық. Қуаныш, Бекжан атты екі бірдей ұлы, бір қызы бар. Және екі ұлы да өзінің жанында. Малын бағысып, шөбін орысып, қолқанат болып жүреді. Әбжанның баласы құсап қала безер болып кеткен жоқ. Тек екі ұлын үйлендірмей отырғандығы болмаса, қызын да күйеуге бермес пе еді. Құдасы бұл ауылдағы 50 мың теңгелік үкіні 70 мың теңгеге етіп әкелмегенде. 70 мың теңге келгенде тіпті күйеу баласының шалды-құйлы есер соқтау екендігіне де қараған жоқ. Кемпірі, қызымыздың таңдаған байының есі онша дұрыс емес көрінеді. Кеше Айтбайдың асына барғанда Күләнді айтты. Бүкіл ел өзінің көзі қитар, басы кіпішкене аурушаң адам деп отыр. Осыған келіспей-ақ қойса қайтеді деген. Бұл болса біреудің есі дұрыс емес болса да еркелетіп өсірген жалғызы екен. Қызымыз қор болмас деді. Кемпір байғұс, қызымыздың есаланға кетіп бара жатқаны да сенің кесірің, әйтпесе әп-әдемі болып өсіп еді. Сенің сараңдығыңның қашып әйтеуір біреуге кетіп барады деп зар-жылап қалды. Шалдың есінде тек 70 мың теңгемен ертеңгі елдің құдасы 50 мың емес 70 мың теңгемен келіпті деген сөзі тұрды. Кеуден мақтаныш кернеді. Сөйтіп, ескі ұлдың арасындағы жалғыз қызы да көлденең кездескен көк аттының етегінен ұстап кете берген. Үлкен ұлы 30-дан жасы асса да әлі күнге бойдақ деген атымен аталмаған. Ана жылы диірменші Қосайдың кіші қызымен сөз байласып, енді үйленейін деп жүргенде әкесі, асықпа балам, ана інің мектеп бітірсін, екеуің де бірде үйлендіріп тойларыңды бірге жасап беремін, оған дейін малдың санын арта түссін деген шегеріп тастаған. Өзі де бір ойнақшы тұрған қыз еді. Әдекеңнің социалистік жарысын күтіп жүргісі келмеген шығар. Сол аралықта Қосайдың қызы көрші ауылдағы мұғалім жігіттің отын жағып кете барған. Содан кейін-ақ Қуаныштың шаттығынан мұңы басым болып, қайтып бұл тақырыпта сөз қозғамаған. Байғұс шешеннің ниеті дұрыс болғанымен, ол да сараң шалдың асып кете алмайтын. Екі ұл қарбалас тірлік кезінде келіп көмектесетін де негізінен ауылдағы үйлерінде болатын. Бір күні ойда жоқта кіші ұлы келді. Келді де әңгімені әріден бастап біраз орағытып отырды да өзінің негізгі келген шаруасына көшті. Әке, Құдай қаласа мектепті де бітірдім.
Енді бір жола қасыңызға келемін ғой. Ертең мектеп бітірді деген куәлігімді аламын. Сол кезде үлкен кеш болады. Артыңнан дастархан жайылады. Апам қатысады ғой. Қаласаңыз сіз де барыңыз. Сол кешке балалар ақша жинап жатыр. Маған ақша қоспай-ақ қой, деді деп бір тоқтады. Әдекең іштей жөн екен деп қойды. Әйткенмен келесі әңгіме ақ кірген екі қасын бір-біріне жақындатып қабағын түйдіріп тастады. Өйткенін басын жақсы бастаған кенже ұлы әңгіменің соңын сен ақшаңның орнына бір қой қос, әкеңнің қойы көп қой деді деп аяқтаған еді. Әділжан шал әрине көнбеді. Одан да ел қатарлы ақшаңды қос деп тұрып алды. Қанша шыдамды дегенмен баланың да бір мінез танытатын кезі бар емес пе? Әй-шайға қарамай жайылып жүрген бір қойды алдына өңгеріп алып аттың басын ауылға қарай бұрып атты тебініп қалған. Көзін шел басқан шал үйінен оқтаулы мылтығын алып шығып ұлына қаратып екі рет атқан. Абырой болғанда екі оқ та тимеді. Тимегеннен не пайда, тисе де болғандай екен. Ауылға келген ұл тауға бірге барған екі жігітке қойды беріп жіберіп, өз үйіне келіп, ұят өртіне күйіп, намыстың жетегімен барып, ашу қысқан жанына маза таппаған күйі бір құлаш жіпке асыла салды. Әділжан ауылға шауып келген қалпында бірде мектепке барды. Мектептің алдында ертеңгі күнге дайындық жүріп жатқан. Қой енді ғана бауыздалған екен. Қанын сорғалатқан күйі алдына өңгеріп алып үйіне келді. Үйіне келе салысымен қорада кендір арқанға асылып тұрған ұлының жансыз денесінің үстінен түсті. Қайғыр мейлі қайғырма, өз қолыңмен өлтіргендей болған ұлдың жаны малдан артық болса, көрерің осы дегендей ауыл адамдар да бәлендей аяушылық білдірмеді. Бәрі мүсірке қарайтындай. Тек анау бейшара ұл мен кейуана кемпірді аяды бәрі. Өлгеннің артынан өлмек жоқ, тірі адам тіршілігін жасайды. Бұл сөз аяулы қазаларда аялы жандардың жұбату үшін айтылса орынды. Ал Әділжан дүние төңкеріліп кетсе де тас қалпынан тайынбас. Ол онсыз да тіршілігін жасайды. Баласының жетісін өткізіп болған үлкен ұлына ақымақ болма, ақылыңнан адассаң сенің де көрерің осы. Осының бәрі саған қалады, маған керегі жоқ. Тек бірер жылшыда деп ақылын айтып тауға кетіп қалған. Арада біраз күн өткенде бауырының қазасы жанына батып жүрген қуаныш түннің бір уағында қысылып ауырды. Бұл ауылға жедел жәрдемнің шақырған уақытында келе қойған жоқ. Әркім өз көлік тауып 70 шақырымдағы аудандық емханаға сүйегін сүйретіп әрең жетеді. Және бұл ауылда жеңіл көлік те көп емес. Әрлі-бері жүріп жүрген 2-3 көліктің сол түні қырсық қылғандай бәрі де такси болып қалаға кетіп қалған екен. Қуаныштың үйінде де бір шетелдік көлік тұр. Жүруге толық жарайды. Жүргізетін шопыр да бар. Тек кілті жоқ. Кілтін Әділжан машинаны орынсыз айдамаңдар деп таудағы үйіне өзімен бірге алып кеткен екен. Ол көліктің кілтін еш уақытта өзінен тастаған емес. Бір жаққа барарда Қуанышқа айдатып келген соң кілтін өзімен бірге тауға алып кетіп жүретін. Тағы да сол сараңдығына салынып кілтті қалдырмай кетіпті. Осындай қырсығып қымыран іріп жатқан екі ортада таңға жуық Қуаныштың соқыр ішегі жарылып, мына бір шылқыған байлықтың ортасында отырып жоқтық көрген қу жалғанмен қоштасып кете барды. Өссек деген, өнсек деген екі ұлы да сараңдық пен надандықтың құрбаны болып кете барды. Ел жұрт гу-гу әңгіме қылған. Өсектің өрті өршіп-ақ тұр. Бас тақырап Әділжан деп ауылға келуді бір жола қойған. Ара-тұра қант, шай алуға келеді де ешкімге тіл қатпаған күйі тауына тайып тұрады. Кемпір байғұс күн санап шөгіп барады. Көзіңді шел баспасын де, басса қиын-ақ екен, Құдай басқа салмасын. Екі бірдей қайғыны бастан кешіп әбден қартайған шағыңда ұрпақсыз қалған адамның ойында не болуы мүмкін? Ал мына Әділжаныңыз адамның жанын түршіктіреді. Екі ұлдың қазасында
Екі ұлдың қазасына деп екі бірдей ірі қара мен бірнеше қой кетті. Биылғы жыл соғым соймай-ақ қояйын деп бұғы маралатып алмаққа қарашының сұрғылт күндерінің бірінде мылтығын асынып таудың биік шатқалдарына жолға шықты. Аң қуып жүріп таудың қия жартасына қалай шығып кеткенін де байқамай қалды. Түн қараңғысында қабан шошқаны сүйреп түсіп келе жатып, аяғы тастан тайып биік құздан құлап кетті. Ойпырмай, ауырып жатқан өлген адамда арман жоқ шығар. Мына бір шорт өлдім. Әділжанға ештеңе ойлатып үлгертпеді. Жазушылар жазып жатқандай қас қағым сәтте бүкіл өмірі көз алдынан өткен де жоқ. Енді не болады деп ойлап үлгерген де жоқ. Тіпті өкінді ме, қайғырды ма, ол жағы да белгісіз. Ең құрымасы ма, айғайлап та үлгермеді. Келді, кетті, бітті, мал. Шалдың қырқы өткен күннің ертеңіне ауыл азан-қазан болды. Кісінеген үйірлі жылқы, мөңіреген табын сиыр, маңыраған үйірлі қой ауылдың шаңын аспанға көтеріп бара жатты. Айдап бара жатқан адам Әділжанның әлгі есерсоқ күйеу баласы екен. Ары-бері шапқылап малға ие бола алмай, ара-тұра ысқырып, қолындағы қамшысын басынан асыра айналдырып, «Өй, әкеңнен аузын ұрайын, арам қатқырдың малдары» деп боқтап бара жатты. «Несін айтасың? Арам қатқырдың малдары талайды арам қатырды ғой неше заманнан бері. Мал үшін қызын мал қылған кешегі қалың малдың заманын да ұмытқанымыз жоқ әлі». Бейбіт Сарыбай.